Кибербуллинг адамды интернетте, мысалы әлеуметтік желілерде қорлау немесе қудалау. Қоғамда буллинг мектеп оқушылары арасында ғана болады деген түсінік қалыптасқан. Шын мәнінде кез келген жастағы адам үйде, көшеде, жұмыста, оқу орнында, қысқасы барлық жерде буллингпен ұшырасуы мүмкін. Кез келген адамның кибербуллингке ұшырауы мүмкін екені есіңде болсын. Егер де сенімен бұндай жағдай орын алып жатса, ол сенің кінәң емес. Дегенмен саған онлайн қауіпсіздігін сақтау қажет. Және көмек сұраудан қорықпа, бұл әлсіздік емес. Егер де саған зұлым, ренішті хабарламалар, SMS немесе электронды хаттар жазса, сені қорлайтын бейнероликтер, сөздер таратса, сені ренжіту не қорлау мақсатында жеке фотосуреттеріңді басқаларға рұқсатсыз жіберсе, онда сен кибербуллингке тап болдың. Егер сен кибербуллингке тап болсаң, не істеу керек? Кибербуллингке тап болған жағдайда сен қорқып, абыржып қалуы мүмкін. Ондай кезде мынандай әрекеттер жаса. Әлеуметтік желінің әкімшісіне сен туралы айтылған постқа шағым келтір. Әдетте ол үшін репорт батырмасын басу жеткілікті. Ондай хабарламалар, посттарға жауап берме. Әйтпесе жағдай ушығуы мүмкін. Бұл жағдайда сені қолдап, не істеу керектігі жөнінде ақыл кеңес бере алатын ересектерге, ата-анаңа, қамқоршыңа, мұғаліміңе айт. 111 жедел желісіне қоңырау шал. Біраз уақытқа интернеттен шығып, өзіңе ұнайтын нәрселермен айналыс. Мысалы, киноға бар, кітап оқы. Егер басқа біреу кибербуллингке ұшырасашы, біреуді онлайн қорлаған жағдайға куә болсаң, бұны тоқтатуға көмектес. Бұндай жағдайда сен істей алатын әрекеттер: осы ренішті фотосуреттерді, хабарламаларды, посттарды ары қарай таратпа, қорлауды қолдама және оған қатыспа. Жәбір көрген адамға қолдау көрсет, өйткені бұндай жағдайда қолдау өте маңызды.